Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдік және жануар жасушасының құрылысы. Жасуша дегеніміз не? Өткен сабақта біздер осы сұраққа жауап бердік. Жасуша дегеніміз тірі ағзалардың құрылымдық және қызметтік бірлігі. Өсімдіктер, жануарлар, бактериялар, саңырауқұлақтар жасушадан құралған. Тек қана вирустарда жасуша болмайды. Жасуша өзінің шығу тегіне қарай екіге бөлінеді. Өсімдік жасушасы және жануар жасушасы. Бүгінгі сабақта өсімдік және жануар жасушасының айырмашылығы мен ұқсастықтан қарастырамыз. Өсімдік және жануар жасушалары негізгі үш бөліктен тұрады. Қабықша, цитоплазма, ядро. Сондықтан өсімдік және жануар жасушасы эукариотты жасуша болып саналады. Яғни ядросы бар жасуша. Екіншіден жасушаларда органоидтар бар. Органоидтар дегеніміз жасушаның бөліктері, өзінің атқаратын қызметтері бар, өздеріне тән құрылымы бар. Жасушаның бөліктерін органоидтар деп атаймыз. Өсімдік және жануар жасушасының айырмашылығы. Біріншіден, өсімдік жасушасы қабықшасы қалың болады. Және өсімдік жасушасының қабықшасы целлюлозадан тұрады. Жануар жасушалары қабықшасы үш бөліктен тұрады. Сыртқы, ішкі және ортаңғы қабаттардан тұрады. Жануар жасушасының қабықшасы сыртқы және ішкі бөлігі нәруыздан құралған. Ал ортаңғы қабаты екі қабат фосфолипидтен құралған. Фосфолипид май тәрізді заттар. Өсімдік жасушасы қатты және қалың болады. Жануар жасушасының қабығы жұмсақ, созылғыш болады. Өсімдік жасушасының вакуольдері жақсы жетілген, шырыны мол болады. Өсімдік вакуольдері үлкен болады, шырыны мол болады, және онда зиянды және пайдалы заттар жинақталады. Мысалға, зиянды заттар жинақталып, күзде сары жапырақтар сарғайып жерге түседі. Ол зиянды заттардың жерге түсуі. Ал пайдалы заттары, мысалға, жемістер. Жеміс-жидектердің вакуольдері көп болады, сондықтан олардың жеміс-жидектер дәмі және шырыны мол болады. Дәмі өте керемет болады. Енді жануар вакуольдері өте ұсақ және көп болады. Мысалы, жануар вакуольдері асқорытуға қатысады. Қарапайымдарда асқорыту вакуольдерін білеміз. Немесе жоғары сатылы жануарлардың вакуольдері лизосомамен бірге пайда болып жойылып отырады. Келесі, өсімдіктердің өздеріне тән органоидтары бар. Ол пластидтер. Өсімдіктердің пластидтері
үш түрлі болады. Хромопласт, хлоропласт және лейкопласттар. Ал жануарларда пластидтері болмайды. Өсімдіктердің пластидтері хлоропласт жасыл түсті, онда фотосинтез жүреді. Хромопласт сары және қызыл түсті, жеміс жидектер, гүлдің күлтелері сарғыш және қызыл түсті болады. Және лейкопласттар түссіз, мысалға өсімдіктердің тамырында, сабағында лейкопласттар жинақталады. Мысалға түйнек, пияшық, түссіз. Балалар, бүгінгі сабақта біздер өсімдік және жануар жасушасының құрылысын қарастырдық. Өсімдік және жануар жасушасының ұқсастығы мен айырмашылығын оқып білдік. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Бізді жоғалтып алмау үшін каналымызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар.